Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биылғы оқу жылындағы алғашқы цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы өміріміздегі қайталаулар. Бұл сабақта циклдік алгоритмдерді құрастыруды үйренеміз. Бірінші, екінші суреттерде не бейнеленген? Әңгімеле. Қалай ойлайсың? Бұл екі суретке қандай ортақ тақырып беруге болады? Сызықтық және тармақталған алгоритмдер дегеніміз не? Есіңе түсіріп, мысал келтір. Күнделікті өміріміздің басым бөлігі қайталаулардан тұрады. Жыл мезгілдерінің ауысуы, таңның атуы, күннің батуы және тағы да басқа табиғат құбылыстарының қайталануына жатады. Мұндай қайталаулар тұрмысымызда да көп кездеседі. Күнде бір мезгілде мектепке бару, мектептен қайту, тамақ ішу, ұйықтау, осының бәрі өміріміздегі үнемі қайталанып отыратын іс-әрекеттерге мысал бола алады. Цикл белгілі бір құбылыс немесе іс-әрекеттердің тұрақты қайталануы. Өміріміздегі барлық іс-әрекетті үш түрлі алгоритм арқылы өрнектеуге болады. Олар сызықтық, тармақталған және циклдік алгоритмдер деп аталады. Біз сызықтық және тармақталған алгоритмдерді білеміз. Енді циклдік алгоритмдермен танысайық. Циклдік алгоритм белгілі бір санда немесе көрсетілген шарт орындалғанша қайталанатын іс-әрекеттердің реті. Цикл денесі қайталанатын әрекеттер тізімі. Мына суретте алгоритмнің түрлері бейнеленген. Алгоритмнің түрлері. Өмірдегі барлық іс-әрекеттерді үш түрлі алгоритм арқылы өрнектеуге болады. Олар сызықтық, тармақталған және циклдық алгоритмдер деп аталады. Сызықтық алгоритмде іс-әрекет ретімен орындалады. Бірінші іс-әрекет ағаш отырғызу үшін шұңқыр қазу. Екінші іс-әрекет ағашты отырғызу. Үшінші іс-әрекет отырғызылған ағашқа су құю. Тармақталған алгоритмдер. Тармақталған алгоритмде берілген шарт орындалса, онда блок схемада көрсетілгендей иә бағытындағы бірінші іс-әрекет орындалады. Шарт орындалмаса, онда жоқ бағытындағы екінші іс-әрекет орындалады. Мысалы, суреттегі бала оңға бұрылу керек пе? Иә болса, шарт орындалып, ол оңға бұрылу іс-әрекетін орындайды. Шарт орындалмаса, яғни жоқ болса, бала солға бұрылу іс-әрекетін орындайды. Циклдік алгоритмдер. Белгілі бір санда немесе көрсетілген шарт орындалғанша қайталанатын іс-әрекеттердің ретін циклдік алгоритм деп атайды. Мысалы, суреттегі каруселдің қозғалысы циклдік алгоритмге жатады. Каруселді тоқтатпасақ, ол айналу іс-әрекетін тоқтаусыз қайталайды. Цикл шарты ретінде карусел 10 рет айналып, тоқтау керек болса, 10 рет айналып цикл шартын орындап тоқтайды. Қайталанатын іс-әрекеттердің алгоритмін программалау арқылы жылдам орындауға болады. Қарапайым бір мысалды алайық. Бірден миллионға дейінгі сандарды қосу үшін қанша уақыт жұмсау керек? Егер осы қосуда математикалық формула қолданбай орындайтын болсақ, бір жылдай уақыт керек болар еді. Қосу нәтижесін циклдік алгоритмге негізделген программаның көмегімен 1 секундта алуға болады. Келесі тапсырма практикалық жұмыс. Қанат ата-анасына көмектесетін еңбекқор бала.
Оның үйіне көмір түсірілді. Ол көмірді аулаға кіргізу үшін қандай іс-әрекетті қайталауы керек? Көмір тасудың сөзбен сипатталған циклдік алгоритмін құру қажет. Мына суретте көмір тасудың сөзбен сипатталған алгоритмін ретімен орналастыр. Орында. Көмір тасудың сөзбен сипатталған циклдік алгоритміне блок схема құрыңдар. Блок схеманы құру үшін мына суреттегі циклдік құрылымды пайдаланыңдар. Қанаттың үйіне түсірілген көмірдің массасы 500 кг, ал көмір таситын шелекке 10 кг көмір сыяды. Осы деректерді пайдаланып анықтаңдар. Бірінші, көмір тасу циклдік алгоритмінің денесі неше рет қайталанады? Ал екі шелекпен тасыса ше? Екінші, цикл саны белгілі болса, көмір тасу циклдік алгоритмінің блок схемасы қалай өзгереді? Циклдың адам өміріндегі маңызы қандай? Күнделікті тұрмыстағы қандай іс-әрекеттерді циклдік алгоритмге мысал ретінде алуға болады? Блок схеманы не үшін қолданады? Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.